Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Оразаларыңыз қабыл болсын. Күнде ауыз ашарға не дайындаймын деп ойланып жүрсеңіздер, сіздерге осында өте дәмді, өте әдемі көрінетін осындай аз тағамдың жасалу жолын көрсетемін. Алдымен фаршқа жуа, күріш, тұз, қара бұрыш қосып араластырамыз. Содан соң жұмыртқаны қайнатып алып, осындай екі бөліктерге бөлеміз. Содан соң фарштың ішіне тефтели ұқсап жасап дөңгелетіп шығамыз. Не осылай болып шығады. Менде осындай тефтелидің 7 штугы шықты. Әрқайсысын жасап шығамыз. Мінекей дайын болды. Енді кляр дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа 2 жұмыртқа, тұз және де 2 ас қасық ұн қосып араластырамыз. Клярымыз дайын болды. Енді майды табада қыздырып алып, содан соң әр тефтелімізді клярда малып, осылай екі жағынан қуырып аламыз. Жартылай қуырамыз. Содан соң алып шығып, енді қазанымызда жуаны қуырамыз. Содан соң светофор бұрышын қосып, азғана қуырып аламыз. Және де үлкен етіп турап картопты саламыз. Тұз, томат пастасын қосып, тағыда бір 10 минуттай майда қуырып аламыз. Содан соң манағы тефтелиді бетіне қойып, 250 мл су құйып, 30 минуттай бұқтырамыз. Міне тағамымыз дайын болды. Түрі де дәмі де өте керемет болып шығады. Отбасыңызға 100% ұнайтынына сенімдімін. Каналыма тіркеліп қойыңыздар және де лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат.